Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Бүгінгі видеода мен деген укладканы плойкасыз қалай жасауға болатынын көрсетемін. Өз басым мен вообще плойкамен немесе утюжокпен вообще укладка жасай алмаймын, сондықтан да орамалдар арқасында жасаймын. Бұл тәсіл үшін сіздерге тек қана 4 резинка мен 2 орамал керек, шашыңыздың ұзындығына байланысты. Мен деген бұл тәсілді көбінесе шашымды жуып болғаннан кейін дымқыл кезінде қолданамын. Тәсілді қолданып болғаннан кейін қолыңызды сулап, шашыңызды дымқыл қылтуға да болады. Түн бойы сонымен жатамын, одан кейін таңертең өз шешемін. Сіздер деген 4 сағатқа да қоя аласыздар. Мен бұл шашпен примерно 10 сағат жүрдім, ешқандай лаксыз. Сосын былай кішкене тарақпен тарап қойдым, чтобы естественный укладка болу үшін. Бұл тәсіл өте оңай, сондықтан да бәрі қайталай алады деген ойдамын. Ал ендеше кеттік.